Сәлем достар, баршаңызға бүгін сіздермен кекс әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Достар, менің егер арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Біріншіден, біз осындай заттарымызды әзірлеп аламыз. Бізге жұмыртқа, қант, айран, сұйық май, кішкене сары май, сосын қопсытқыш ұн керек болады. Жұмыртқамызды жақсылап миксермен араластырамыз, үстіне бөліп жұмыртқа шекерімізді, қантымызды салатын боламыз. Осылай қантымызды салып, кемінде 4-5 минут осылай миксерлеп алдық. Осылай аппақ болып, көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Енді үстіне үй температурасында тұрған айранымызды құятын боламыз және сұйық майымызды құямыз. Содан соң сары майымызды құямыз, ерітіліп тұрған, жақсылап біркелкі болып араластырып аламыз. Содан соң үстіне ұнымызды салып, ұнымыздың барлығын салмаймыз, бөліп саламыз. Үстіне ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды саламыз. Біркелкі масса болғанша ұнымызды бөліп салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қолдың көмегімен араластырсаңыздар да болады, или миксермен араластырсаңыздар да болады. Мінекей достар, барлығын осылай біркелкі етіп араластырып аламыз. Мен барлығын осылай араластырып алдым. Біздің массамыз осындай болып шығу керек. Өте қатты қою болмау керек. Осындай формамызға барлығын салып дайындап аламыз. 180 градуста духовкамызге салып пісіретін боламыз. Қызарғанша пісіреміз. Әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан өздеріңіз қарап отырып, қып-қызыл болып қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, мен барлығын осылай пісіріп алдым. Маған 40 минут уақыт кетті пісіруіме. Өте жұмсақ, тойымды, жегенде шайға әдемі кететін тәттілердің бірі. Жасап көруге кеңес етем, достар. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез жасалынады. Қарапайым заттардан ғана жасалынатын кекстің түрі. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Достар, сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.